Еркебұлан осы түні таң атқанша көшелерді тағы кезгенді. Өлген жігіттің бейнесі көз алдынан кетпей-ақ қойған. Бір сәт осы өлімге өзін айыптыдай сезініп қысылған. Егер бір жарты сағат бұрын сол жіпке мен асылсам ғой, кім біледі, әлгі жігіт аман қалар ма еді, қайтер еді. Бұзықтар өлтіргенмен де бүйтіп өлтіре алмас еді. Бейшара мен секілді әке-шешесінің жалғызы болса ғой, ертең бұның өлгенін естігенде ол сорлылар қандай күйде болады? Кенет Еркебұлан тоқтай қалған. Ал мен неге өз әке-шешемді ойламадым? Екеуі бірде саржылап қалады ғой. Еркебұланның мұнысы арақ ішкеннен бері әке-шешесінің халін бірінші рет ойлағаны. Ойлаған сайын олардың алдында өзінің айыпты екенін сезіне түсті. Мен жұлдызды жоқтап күйінем, ал олар мені ойлап саржылауда ғой. Бейшаралардың өзімді жақсы көретіндерін біле тұрып, менің оларды ойламағаным қалай? Соншалық неге тас жүрек боп туғанмын? Одан да өз қайғыма өзіп жауап бермеймін бе? Өз азабымды өзім көтермеймін бе? Менің қайғым үшін күйінер олардың қандай жазығы бар? Мұның барып тұрған эгоистік емес пе? Кенет оның көз алдында бұған жүзін көрсетпейін деп бетін қолымен басып жүгіріп өткен бір уыс ақшашы бар денелі жігіт елестеп кетті. Еркебұлан кілт тоқтай қалды. Енді ғой милиция әлгі баланы өлтірген бұзықтарды іздей бастайды. Жұрт естіген айқайын, басқа көргендерін жасырмай айтып береді. Ал мен ғой үндемей қалмақшымын. Неге? Мүмкін бұзықтардың біреуі әлгі маңдайында бір уыс ақшашы бар жігіт шығар. Тіпті шашын алдырып тастаған күнде де ондай адамды біреу болмаса біреу біледі ғой. Еркебұлан жігітті өлтірген адамдарды ұстап беруді өзінің борышы санады. Таңертең милицияға барып көргенін айтпақ болды. Бірақ өзінің әбден шаршағанын жаңа білді. Жындыхананың қызметкерлері мен өзінің әке-шешесінің бұны іздеп әуре боп жатқанын ойлады. Тәуекел деп жындыхана жаққа бұрылды. Бұның келгеніне қуанып қалған кезекші дәрігерге, ана сізді күтіп отырған әкемді көңілін жұбатып үйіне қайтарыңызшы. Болды бар айтқаны. Бейшара әбден шаршаған шығар. Жарайды, деді дәрігер. Еркебұлан енді оған көргенін айта бастап еді, есінен ауысқан адамның әдеттегі сандырақ сөзі деп ойлап, дәрігер бәрін де таңертең милицияға айтам. Сен енді оны есіңнен шығар деп жұбатты. Сосын бұны тынышталсын деп берілетін дәрінің мөлшерін сәл көбейткізді. Содан Еркебұлан бір тәулікке жуық ұйықтады. Дәрігер оны тек түс кезінде ғана оятты. Тамағын ұйқылы-ояу ішіп, ол тағы ұйқыға кетті. Бір тәуліктен кейін бұған тағы тынышталатын дәрі берілді. Еркебұлан тағы ұйықтады. Маңдайында ақшашы бар кісіні көрген дәрігерге айтқаннан кейін өз міндетімді атқардым деп ойлаған Еркебұлан. Ал сондағы кезекші дәрігерден сіз милицияға айттыңыз ба деп 3-4 күн өткеннен кейін сұрағанында, анау бұның сөзіне тағы да бәлендей көңіл бөлмей, айттым дей салған. Міне сондағы көргенде маңдайында бір уыс ақшашы бар жігіт жерде жатыр. Еркебұлан тек сол емес пе екен деп ойлауға ғана үлгірді. Ол осы минутта бұзықтар асып өлтірген жас жігіт өзінің өлімімен ажалдан бұны құтқарғанын білмеді. Мұндай ой бұрынды-соңды оңның басына кірмеген. Дәл осы кезде көшенің арғы бетіндегі күзетші патруль келіп үлгерген. Төбелеске қатысқандардың бәрін де ұстап алды. Жерде ессіз серейіп жатқан қарасұрды жедел жәрдем машинасын шақыртып ауруханаға жібертті. Ал өзгелерін осы кезде жеткен милицияның жабық машинасына тиеп КПЗ-ға алып барды. Тек бұлардың ішінде Қайназар жоқ еді. Ол бұзықтар Еркебұланға жабылып жатқан кезде у-шуды пайдаланып ағаштың арасымен боқпалап қашып кеткен. Осылайша Еркебұлан бірінші рет қамауға түсті. Қара құсымен тасқа құлаған қара сұр жігіт сол есі кірмеген қалпында таң ата дүние салды. Ал Қайназар көгала қойдай боп таяқ жесе де әйтеуір үйіне жеткен. Өзіне араша түскен Еркебұланның не болғанын білмек түгіл, балаларының қайда кеткенін түсінбей, түні бойы көздері атыздай боп қорқып, сандалып көше кезіп шыққан, оның әке-шешесіне болған оқиғаны айтып, ең ақыры телефонда соққан жоқ. Зәресі ұшып кеткен өзінің әйеліне бір бұзықтар ұрып кетті, деді де, жаралы жерлеріне йод жақтырып, ісінген тұстарына орамалды суық суға малдырып, компресс қойдырып жатып қалды. Әдейілеп емес, өзін қорғау үстінде Еркебұлан қаза еткен қара сұр жігіт үлкен орында істейтін белгілі адамның баласы еді. Шешесі де ғылыми қызметкер болатын. Жас кезінде дәрежелерінің арқасында қонақ театрлардан қолдары босамай балаларын тәрбиелейтін уақыттары болмады. Бала өз бетімен еркін өсті. 10 жаста үйіне келген қонақтардан қалған шампанды ішсе, әке-шешесі оны қызық көрді.
Балалары ашуланып стаканды не кесені есікке лақтырып сындырса, оған мәз болды. Балаларының бетінен қақпады. Ештеңеден беті қайтпай, тентек боп өскен бала кезі келгенде өткір, ештеңеден қаймықпайтын өркеуде жігіт болады, деді әкесі. Шешесі де жалғыз баласының бетіне келмеді. Ол не тілесе соны істеді. Қызмет бабын пайдаланып, әкесі білімді баласын институтқа да түсірді. Алғашқы сессияда баласы ешбір емтихан тапсырмай институттан қуылуға тиісті боп қалды. Әке шешесі дереу шара қолданды. Таныс дәрігерлерінен бала сырқат деген қағаз алып, жалғыз ұлдарын 1 жылдық академиялық демалысқа шығартты. Балалары көп оқып шаршап қалғандай, оған әке шешесі әзірге демала тұр, қызметке соңынан орналастырармыз. Ал жұмыс мүлдем істегің келмесе, саған біздің тапқан таянғанымыз жетеді. Өзің біл, көңіліңнің соғуына қарай көр, деді. Бәленің бәрі міне осы кезден басталды. Күні бойы қолы бос жасөспірім жігіт алдыменен қызық көріп, соңынан бір жолата дертке айналған әдет арақ ішуге салынды. Көп кешікпей өзі секілді іштері пысып, не істерін білмей жүрген жігіттерді тауып алып, енді арақ шарапты бірігіп ішуді шығарды. Мұндай әдет ең алдыменен өздері төбелестен басталып, соңынан өзі біреулерге тиісетін дәстүрге көшіп, ақырында бұларды бұзықтыққа соқтырды. Көшеде төбелесіп 2-3 рет азғантай мерзіммен абақтыда жатып шықты. Ал әке шешесі абыройымызға нұқсан келді деп, оны ұсталған жерлерінен тезірек алып шығуға тырысты. Ақырында балаларын айтқанына көнбейтін ішкіш, бұзақы жігітке айналдырып алды. Енді ол өзгенің дегеніне көнуді мүлде қойды. Арақ ішетін ақшаны әкесі бере қоймаса, тіпті ұрлап алатын күйге жетті. Мұндай қылықты жолдастарымен бірігіп, кейде бейтаныс адамдарға да істейтін болды. Өзінің ішімпаздық, бұзықтық қылықтарымен әке шешесін мезетті. Олардың ар-ұяттарын жерге таптады. Жалғыз баласы болса да әбден шаршатты. Міне бүгін ол әкесінің стол үстінде жатқан алтын қол сағатын алып кетіп, біреуге өз бағасынан кемге сатып, соңғы кезде тауып алған жолдасымен бірге арақ ішкен. Қара сұр жігіт Нұғыман бұрын қанжар пышақ не кастет ұстамайтын. Бұның сорына қарай бүгін бір маскүнем оған арзан бағаға Кавказдың сауыты бар өткір қанжарын ұсынған. Қанжардың сабы күміспен өрнектелген әдемі екен, соған қызықты ма Нұғыман сатып алған. Газетке орап дипломат портфеліне салған. Үйіне барғаннан кейін адам көрмес бір жерге тығып қоямын деп ойлаған ол. Алматы ресторанынан шығып, бұлар Жамбыл мен Дзержинский көшесіне түсті. Ұйғыр театрының жанындағы аялдамадан жігіттер бөлінбекші еді. Ескі жолдасы 35-ші автобуспен 1-ші микроауданға кетпек. Ал Нұғыман Октябрь көшесіндегі моншаның қасындағы өз үйіне қайтпақшы еді. 3-ші жолдасы да бұнымен көршілес үйде тұратын. Қызып алған жігіттер жолдастары жүріп кететін автобустар келе қоймаған соң өткен-кеткен әйелдерге өреске сөздермен тиісіп күліп ойнап тұрған. Осы мезгілде аялдамаға жаңа ғана банкеттен шығып Қайназар келген. Тиісетін адам таба алмай өзінен өзі бүлініп, іші пысқан мас Нұғыман оған сүзіле қарап: "Ей, шылымың бар ма?" деді. Қайназарға оның "ей" дегені ұнамады. "Жоқ" деді кенет ашулана қалып. Енді Нұғыманға оның қатты айтқаны ұнамады. "Неге жоқ, әлде шылым тартпайсың ба?" Қайназар өзінің жалғыз аналардың 4-еу екенін түсінді, білем, сәл бәсеңдейін деді. "Иә, тартпайтын едім." "Неге тартпайсың? Әлде өзіңді жұрттан артықпын дейсің бе?" Нұғыман Қайназарға таяй түсті. "Тартпасаң мә, тарт." Ол қалтасынан қабы жымырылған Қазбекті алып архитектордың тұмсығына тигізді. "Мә, тарт, тарт." Қайназар да рестораннан шыққан адам ғой. Өзінен жас және бұны адамға санамаған жігіттің дүкеңде қалып тұмсығына Қазбекті итермелегені ұнаған жоқ. Кенет ашу қысып кетіп, Нұғыманның қолын қағып жіберді. Қазбек анандай жерге ұшып түсті. Енді бұған бұзық сары таянған. "Көтер ана папиросты", деді ол бұйырып. Автобусы құрғыр көрінбеді. Қайназар амал жоқ жерде жатқан Қазбекке еңкейді. Дәл осы сәтте оны мазақ еткісі келгендей 3-ші мас жігіт еңкейе берген Қайназарды арт жағынан теуіп жіберді. Тоңқалаңдай барып, бойын әзер түзеген Қайназар тепкен жігітке: "Ты что хулиганишь?" деді. Бар айтқаны осы. Бірақ бойларын араға алып, біреулермен төбелескілері келіп тұрған бұзықтарға осының өзі де жеткілікті еді. "Он еще оглядывается", деді сары Қайназарды перменінше періп қалып. Архитектор ұшып түсті. Сол-ақ екен, бұзықтар оны тепкінің астына алды. Қайназар: "Жәрдем беріңдер, жәрдем беріңдер" деп 2-3 рет айқаласа да, 2 қолмен басын бетін жауып қорғанумен болды. Осы кезде Еркебұлан да жеткен. Соңынан Еркебұланның сотында Қайназар:
Еркебұланның мені арашалауға жүгіріп келгенінде, оған мына бұзықтардың қалай жабылғанында, жолдасының өзін қорғап бұзықты қалай тепкенінде, тіпті төбелестің қалай өршіп, қалай басылғанын көрген жоқпын. Есім ауып талып кетіппін деп жауап берген. Сотты жүргізіп отырған орыстың ашаң жүзді жас әйелі: егер есіңіз ауып талып кететін болса, төбелес болған жерден қалай қаша қалдыңыз? Мына бұзықтардың және қылмысты Еркебұлан Асығатовты ұстап, милициясына машинасына отырғызып, куә ретінде сізде алып кетпек болғанда, сізді милиционерлер таба алмай қалыпты ғой, солай ма, жолдас милиция сержанты? Деді осы сотқа куә ретінде қатынасып отырған милиция формасындағы жігітке қарап. Дәл солай, деді милиция сержанты орнынан ұшып тұрып. Біз төбелес шығарғандарды машинаға отырғызып болып іздегенде бұл кісіні таба алмадық, кетіп қалыпты. Естіп тұрсың ба, куәгер? Деді сот председателі әйел. Сіз есіңіз ауып жатып қалай қашып кеттіңіз? Қайназар сот бастығының сұрағына жауап берудің орнына ол өзі милиция сержантына сұрақ берді. Сіз оларда мені қалай іздей қалдыңыз? Деді таңырқағандай. Төбелескендерді ұстадыңдар емес пе? Ал сол төбелеске себепкер болған адам бар, ол мұнарада жатыр деп, сондай аласапыранда кім айтты сізге? Әлде төбелеске себепкер адам болу керек деп өзіңіз ойлап таптыңыз ба? Расында да төбелесушілерден тыс мұндай адамның болуы мүмкін екенін сіз қайдан білдіңіз? Деді сот бастығы сержантқа қайтадан қарап. Милиция сержанты сасып қалды. Бәсе, төбелесіп жатқандардың арасында бұл жоқ еді, қалай білді? Жаңа есіме түсті ғой. Жедел жәрдем машинасымен қайтыс болған жігітті әкетіп бара жатқанда, мына азамат, ол Еркебұланды нұсқады. Ана жерде қатты жарақаттанған менің жолдасым жатыр, соны да ала кетсін деген соң іздедік. Ал бұл жігіт ұшты-күйді жоқ болып шықты. Түсінікті, деді бастығы. Сосын Қайназарға қарады. Сөйтіп есіңіз ауып жатқан болсаңыз, қалай қашып кеттіңіз? Деді ол бұрынғы сұрағын қайталап. Түсіндіріңізші, куәгер азамат. Бұл жолы әйелдің даусы біртүрлі ашулы, қаттырақ шықты. Қара сұр жігіттің қолында кенет қанжар пайда болған жерде жатып, Еркебұланнан бұрын Қайназар көрген. Сол сәтте мені де өлтіреді екен деп қорқып кетіп, жан сауғалай еңбекте шегініп ағаштың тасасына жеткен. Содан соң денесінің ауырғанына қарамай, Қарағай паркінің ішіндегі ағаштан ағаш тасалай қаша жөнелген. Еркебұланды қоршаған бұзықтар бұған көңіл бөлмеген. Бірақ Қайназар жолдасын өлтіргелі жатқанында өзінің қашып кеткен жолдасқа деген опасызды қорқақтық санайды деп, көргенін көрдім деп айтуға дәті бармаған. Әрине қашуға жараған адам жолдасына болысуға да жарайды ғой. Және ол көрдім десе сен неге ара түспедің, жолдасына неге болыспадың деген сұрақ тағы тұр деп ойлады. Бәрінен де оның қысылғаны осы сұрақ еді. Өзінің өзі әшкерелеуге күші жетпеді. Сондықтан ол көрдім білдім деген сөзден қашты. Білмеймін, ештеңе де білмеймін, деді ол. Қалай қашып құтылғанымды да білмеймін, тек парктен 2-3 көше өткен соң ғана жападан жалғыз келе жатқанымды түсіндім. 2-3 көше өткеніңізді қалай білдіңіз? Деді тағы сот бастығы әйел. Оны да білмеймін, деді Қайназар. Қазір солай шамалап тұрмын. Сіз үшін жолдасыңыз топ бұзықпен төбелесуге барады, ал сіз... Сот бастығы ойын аяқтамай кілт тоқтады. Жә, отырыңыз, деді. Тым қорқып қалған екенсіз. Қайназардың сөзін естіп отырған Еркебұлан оған таң қалды. Япырмай, болып жатқан оқиғаны көрмейтін мұндайда қорқақ адам болады екен-ау. Қайназар ондай емес еді ғой. Кенет оның көз алдына жолдасының бұрын бұның көзінше істеген бір-екі ерлік істерді елестеп кетті. Мысалы, суға биік жардан секіру, ағып келе жатқан пойыздың алдынан жүгіріп өту тәрізді, бала кездерінде өз көзімен көргендері. Бұнысы қалай? Әлде маған ара түскісі келмей тұр ме? Мұндай себеп жоқ еді ғой. Қайназар ештеңе көрмедім дегенмен, Еркебұланмен бірге сотталғалы тұрған 3 бұзықтың ең кішісі жүдеу Аққұба ендісі шынын айтты. Ол сол күні Нұғыманның ақшасына мас бола ішкендерін, Нұғыманның бірі маскүнемнен арзан бағаға қанжар сатып алған. Төбелес кезінде оның сол қанжарды жерге қойған дипломат портфелден суырып алып, Еркебұланға ұмтылғанын, өзінің қорқып кеткенін, бірақ Еркебұланның карате әдісімен Нұғыманды іштен теуіп жерге шалқасынан түсіргенін, қысқасы осы сәтте көргеннің бәрін жасырмай айтып берді. Егер айыпкер Еркебұлан Асығатов сіздердің серіктеріңізді іштен теуіп құлатпағанда, қайтыс болған жолдастарыңыз оған не істер еді? Деді сот бастығы әйел. Өлтірер еді, деді айыпталушы. Сөз жоқ, өлтірер еді. Нұғыманның мінезі белгілі ғой, ол ашуланғанда ешкімді де аямайтын. Бұрын қолына ұстап келе жатқан дипломат портфелімен 1-2 рет мені де қатты періп қалғаны бар. Соттың тегеурінді сұрақтарына шыдай алмай екінші айыпкер де жолдасының сөзінен шынға шығарды. Сол төбелесте Еркебұланнан өшін ала алмай қалған өкінішті бұзық сарығаны
Нұғыманның қанжар сатып алғанын білетіні анықталса да, сол қанжарды жолдасының қолына ұстап Еркебұланға ұмтылғанын көрген жоқпын деді. Сонда мына қанжар төбелес болған жерге қайдан келді, деді сот заседателі. Қартаң тартқан жұмысшы адам. Біреу әдейі әкеп тастады ма? Білмеймін, деді бұзық сары. Сосын ол көзін сол түні қашуға мүмкіндік бермей ұстаған милиция сержантына өшпенділікпен қарады. Мүмкін мына кісі өлтірген айыпкерді ақтау үшін мына сержант... Азамат сержант, деді сот бастығы ананың сөзін түзетіп. Иә, азамат сержант. Өлген Нұғыманның портфелін ашып әдейі тастаған шығар, мен қайдан білейін? Жарайды отыр, деді сот бастығы әйел қабағын сәл шытып түсінікті. Сот үкім шығарар алдында медициналық экспертизаның қорытындысын оқыды. Экспертиза Еркебұланның өзіне қанжармен ұмтылған Нұғыманға қарсы қолданған каратай әдісі айыпкердің өзін қорғауға қолданған және бұл әдістен кісі өлуге тиіс емес екенін дәлелдеген. Ал Нұғыманның өлімі Еркебұланның қолданған әдістерін жерге құлағанда әлде қалай қарақұсымен тасқа ұрылып, содан болғанын анықтаған. Сол айыпкердің және оған қарсы жақтың көрсетуіне сүйене отырып, Нұғыманның өлімі Еркебұланның өзін қорғаудан туған өлім екенін және бұл өлімде Еркебұлан өзін қорғауда кісіні өлімге апаратын ерекше әдіс артық күш пайдаланбағанын хабарлады. Оны Нұғыманды байқамай өлтірген деп тауып, Қазақ ССР-ның Қылмыс кодексінің 91-ші статьясымен 2 жыл абақтыда ұстауға үкім алды. Бұл статья бойынша үкім жазасы 3 жылға дейін делінсе де, Еркебұланның бұрын сотталмаған, жұмыс істеп жүрген институтының сырттай аспирантура басшыларының берген жақсы мінездемесін еске алды. Ал прокурордың қорғаушының бірауыздан ақырғы сөздерінде айтқан, осы статьямен соттау керек, бірақ үкім шартты түрде болса екен, деген ұсыныстарын қабылдамады. Балаларын дұрыс тәрбиелемей анығына келгенде өздері айыпты екенін қазір де ұмытып, баласын өлтірген жігітке қатты жаза, тіпті өлім жазасын тілеп отырған Нұғыманның үлкен дәрежедегі әкесі мен ғылым саласындағы белгілі ғалым болып қалған шешесінің тілектерін де жерге тастаған жоқ. Мұндай жағдайда Нұғыманның әке-шешесін орасан қайғыға жеткізген жағдайда Еркебұланға 2 жыл абақтыда отыру үлкен жаза емес деп шешті сот. 2 жыл абақтыда отыру кісі өлтірген, бірақ өзін қорғаймын деп байқамай өлтірген Еркебұланға ғана емес, жалғыз ұлдарын көздерінің қарашығындай сақтаған Асығат пен Қырмызы тәрізді адал жандарға үлкен жаза еді. Міне сондықтан да сот әділ санаған осы 2 жыл Еркебұланның әке-шешесіне 200 жылдан бірде-бір кем көрінген жоқ. Сот үкімін естіген тек Қайназар ғана әлденеден үміттенгендей ұзақ үндемей қалды. Үкім дұрыста, бұрыста деген жоқ. Тек әлден соң барып ауыр күрсінді. Иә, 2 жылда кім бар, кім жоқ, деді ол.